Сәлеметсіздер ме? Менде каналымда панкреатитте не жеуге болатыны туралы видеолар бар. Ал бұл видеода панкреатитпен ауырғанда ұйқы безі үшін ең қауіпті тағамдар жөнінде айтамын. Сонымен жеуге болмайтын тағамдардың түрі бұл қуырылған, майлы, бұқтырылған, қатты тұздалған, тәтті, ащы, алкогольді ішімдіктер, темекі. Алкогольге мүлдем тыйым салған дұрыс. Тамақ түрлеріне шектеу салу туралы тыңдау, есту қиын екенін түсінемін, бірақ өз денсаулығымызға жауапкершілікпен қараған жөн. Енді ең қауіпті тағамдарға нақты тоқталып кетсем, біріншісі бұл қызанақ. Егер сіздің ұйқы безіңіз қызанақ жегеннен ауырмаса, сіз өте бақытты адамсыз. Бірақ қызанақ панкреатит бар адамға көбінесе жақпайды. Қызанақ құрамында қабынған, яғни воспаленный ұйқы безіне кері әсерін тигізіп, оны ауыртатын сөлді қышқыл бар. Келесі бұл виноград, оның да құрамында қабынған ұйқы безін ауыртатын бір қышқылдар бар. Сондықтан виноград болсын, ол жүзім түрінде болсын, тыйым салып, оны жемеген дұрыс. Үшіншісі бұл орамжапырақ, кәдімгі орамжапырақ, оның құрамында клетчатка өте көп. Бұл тағамдар организмге пайдалы, витаминдері көп, бірақ ұйқы безі қабынған ауыратын адам үшін олар бармайды. Орамжапырақ болса, оны ашытылған, яғни квашеный капуста, брокколи, түрлі түсті орамжапырақ, яғни цветная капуста түрлерін жеуге болады. Мен осы түрлерін жеймін, ал кәдімгі орамжапырақ, қарапайым, оны жей алмаймын, жемеймін, әлі жеуге қорқамын. Мысалы, борщты жемеймін, құрамында орамжапырақ болғасын. Содан соң жуа, немесе пияз, сосын сарымсақ, бұлар өте өткір дәмді тағамдар, сондықтан неге жеуге болмайтыны түсінікті деп ойлаймын. Келесі бұл бұрыш, барлық түрі, оның тәтті бұрыш болсын, өткір дәмдісі де болсын. Бірақ ұйқы безі ауруы жайласа, тәтті болгар бұрышын абайлап татып көруге болады. Мен жеп көрдім, жаңа жылда жақсы қабылдағандай ұйқы безім, одан ауырған жоқ. Сондықтан тәтті болгар бұрышын жаймен жеуге болады деп ойлаймын. Сосын баклажан, кофе, какао, шоколад қауіпті. Кофенің орнына цикорий ішуге болады. Саңырауқұлақ та ауыр тағам. Бұл аталғандар ең қауіптілері. Егер қауіпті тағамдардың тағы түрлерін білетін болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Сол үшін рахмет үлкен, оны біліп жүретін боламыз. Әрі қарай тағамдардың түрлері туралы айтылады. Бұл жаңғақтар, бұршақтар, бұлар өсімдікті майлы, яғни растительный жиры құрамында. Олар пайдалы болғанымен ауыр қорытылады, және олардан іш қатуы мүмкін, метеоризм, вздутие болуы мүмкін. Сосын шұжықтар, колбасалар, сосискалар, специялар, дәмдеуіштер, приправалар, тұздан басқа ештеңе қосуға кеңес бермеймін. Қуырылған сәбіз, жуа қосылған суптар, яғни зажаркасы бар суптар, жаңа пісірілген нан, тек қана кешеден қалған қатқан нан, сухарь күйінде жеуге болады нанды. Сосын булочка, печеньелерді болмайды. Печеньеден тек қана галет печеньесін жеуге болады. Мен қазір жайлап күніне бір штуктан сұлы печеньесін жеймін, овсяное печенье. Тәтті емесін қарау керек, ішінде кейбіреу болады, бетіне қант көп сепкен, сондайды алмаймын. Келесі майонез, соустар, олар майлы, құрамында дәмдеуіштер бар болғасын тыйым салынған. Келесі өте майлы сүтті тағамдар. Сүтті тағамдар өте пайдалы негізі ұйқы безіне, бірақ қатты майлы болмауы керек, сондықтан майлылығы азын таңдауыңыз қажет. Келесі кезекте бұл балмұздақ, бұл майлы, тәтті әрі өте салқын тағам, ал ұйқы безіне өте салқын және өте ыстық тағам жақпайтынын білеміз. Торт, тәтті бәліштер, яғни пирожный болмайды. Газдалған сусындар, чипсы, кириешки сияқты ащы сухарикилерді болмайды. Бұл тағамдарды өмір бойы жеуге болмайды деген сөз емес, тек қана ремиссияға жетсеңіз жей аласыз бұл тағамдарды. Оның өзінде ремиссияда бұл тағамдарды жиі емес, анда-санда жеп тұруға болады, және міндетті түрде ферменттермен қоса жеу керек. Мен ремиссияда емеспін, әлі жетпегенде сияқтымын. Бірақ осы тізімде атап өткен соның ішінде тек қана тәтті бұрыштан басқасын жеген жоқпын. Сондай-ақ айта кетерім, қиярды жеп қарадым, қияр маған жаққан жоқ мүлдем. 2 рет жеп қарадым, 2 рет ішім өтіп, ауырып, шаншып, қияр маған жақпаған болатын. Ал сізге қалай екенін білмеймін, бірақ осы тыйым салынған қауіпті тағамдардың құрамында қияр жоқ. Ал маған бұл жаққан жоқ. Ремиссия деп отырғаным бұл бірнеше ай бойы, яғни 3-4 ай бойы ішіңіз, ұйқы безіңіз шаншып ауырмаса, бұл ремиссияға жеттік деген сөз. Ал осы қауіпті тағамдардан тағы да нақтылап өтетін болсам, бұл қауіпті тағамдарда аталған ешқандай күйінде ремиссияға дейін жеуге болмайды.
олар буға піскен болсын, суға піскен болсын. Мысалы помидорды қызанақты духовкада піскен түрін немесе суда піскен түрін жеуге кеңес бермеймін. Өзім жеп те қараған жоқпын, қорқамын тіпті. Сондықтан томат қосылған тағамдарды жемеймін. Ал ремиссияға дейін тыйым салынған тағамдарды осы тізімін қарап кетсеңіз болады, фотоға түсіруге болады. Тыйым салынған тағамдар туралы видео осындай. Осы бірнеше күн ангина болып тамағым ауырып жүр, сондықтан дауысым біртүрлі. Сізге денсаулық, панкреатитпен күресте күш пен шыдамдылық тілеймін. Ремиссияға қол жеткіземіз деген үміттемін. Бастысы диета ұстау, уайымдамау. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіз. Үлкен рахмет.